28 жылда не түсіндім десеңіз, әрекет маңызды. Ең бірінші әрекет, содан кейін жаңағы оқыған күшті, білім алған күшті, идея алған күшті, оны жазған күшті. Оның бәрі керемет, бірақ әрекетсіз оның бәрі ештеңе тұрмайды. Мен 28 жылға дейін қанша идеям болды, қанша идея жаздым. Мына идея жарат деген идеялар өте көп болды. Бірақ оның ешқайсында мен әрекет ретінде қолданбадым. Просто ертең істеймін, мына күні істеймін деп қалды. Сол идея қалды. Қай жерге жаздым, сол жерде қалды. Ол идея қазір жоқ менің миымда даже. Сол қағазда бар шығар, бірақ оны істемегендіктен ол ешқандай не жоқ. Идея келді ма, сразу істеу керек. Сразу. Мысалы, челлендж TikToktан бір идея көрдіңіз ба, сразу істеп тастаңыз. 50 шорт түсіру керек деген идея шықты ма, сразу. Хотя бы оны сразу түсіріп тастау керек. Қалай түсті, сразу шық. Идея көрдің, шықтың, түсірдің, кестің, салдың. Болды, ұмыттың. Бизнес идея келді ма, біреуге звондадың, бар ма, жоқ па сұрадың, Пиндодан заказ бердің, келді, баннер заказ бердің, ілдің, қойдың. Все. Сол әрекеттер күтеді бізден. Әрекет. Саған ол идея не просто так келіп жатыр. Ол TikTok сенен оның бәленбай адам көрді. Сен сияқты оның бәрі жаңа сохраненка қойды, болды. Сол жерде қалды ол. Сен оны ешқашан таппайсың. Жаңа монтажда новый ролик шықты, қалай монтаж жасау керек, сразу қолдан. CapCut'қа кіріп, көр, қолдан. И біреуді үйретуге тырыс. Сен үйретуге тырсаң, өзің тезірек үйренесің деген тағы бір тәсіл бар. Сол біреуді үйретуге тырыс. Өзің білмесең де, өзің оқығаныңды біреуге үйретуге тырысасың. Сондай кішкентай түйін 28 жылда өзіме алған. Қолдан, бауырым, тәтем, ағам, інім, қолданыңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін.